495 сынып математика ТЖБ бірінші нұсқасын талдайтын боламыз. Номер бірінші тапсырма бізде 180 градустан кіші, бірақ 90 градустан үлкен бұрышты қалай атайды дейді. Бізде 180 градустан кіші болады, мынау бізде 180 градус. 180-нен кіші, бірақ 90 градустан үлкен дейді. 90 градус дегеніміз тік бұрыш. Мынадан үлкен болса, бізде мына бұрыш қалай аталынады дейді. Бұл бұрыш бізде доғал бұрыш деп аталынады. Мынау бізде доғал бұрыш. Ары қарай номер екінші тапсырма. Номер екінші тапсырма. Берілген бөлшектердің қайсысы 35%-ді құрайды? Яғни, қалай шығаратын едік? Біз 3-тен 1 дейді. 3-тен 1-ді көбейтеміз 100-ге. Тең болады. Қанша болады бізде? 33,3. Бұл жауап емес. Ары қарай в нұсқасы 3 бөлінген 10 дейді. Көбейтеміз 100-ге, 1 нөлмен 1 нөл қысқарып кетеді, 3-ті көбейтеміз 10-ға тең болады 30. Бұл да емес бізде. Ары қарай келесі 7 бөлінген 20 дейді. Көбейтеміз оны 100-ге, тең болады 1 нөлді қысқартамын, 7-ні 2-ге бөлсем 3,5, 3,5-ті көбейтемін 10-ға 35%. Яғни бізде жауап қандай жауап болады екен? С жауабы болады екен. Номер 3-ші тапсырма. Егер шеңбердің диаметрі дейді, бізде номер 3-ші тапсырма. Шеңбер берілді. Шеңбердің центрлік нүктесі болады мынау. Диаметрі 15 см дейді. Диаметр дегеніміз 2 радиус болады деп алдында оқытқан мен. Диаметр дегеніміз радиустан 2 болады деген сөз. Яғни ол 2r-ға тең деген сөз. Диаметр 15 см болса, онда радиусы нешеге тең дейді. Радиусты табу үшін біз не істейміз? Диаметрді бөлемін 2-ге тең болады. Диаметр бізде 15-ге тең, бөлемін 2-ге тең болады. Қанша болады? 7,5. Сонда бізде жауап В жауабы болады деген сөз. Ары қарай номер 4-ші тапсырма. Бірінші сан қаншаға тең? 1,92-ге тең дейді. Ол екінші санның 30%-ын құрайды дейді. 30%-ын құрайды. Екінші санды табыңдар дейді. Яғни бұл жерде бізде 30% дегеніміз 0,3 деген сан, 0,3 деген сан. Ендеше не істейміз біз? 1,92-ні бөлеміз 0,3-ге тең болады. Бізде жауап 6,4-ге тең екен. Сонда бізде екінші сан 6,4-ге тең екен. 5-ші тапсырма. Ұзындығы 15 метрге тең жіпті егеге бөлді дейді. Номер 5-ші тапсырма. Ұзындығы 15 метр жіпті екіге бөлген екен. Бір бөлігі барлық жіптің ұзындығының 40%-ын құрайды дейді. Екінші бөлігінің ұзындығын табыңдар дейді. Шамамен тең ортасы емес, тең ортасынан аздау. Бірінші бөлігі жіптің ұзындығының 40%-ын құрайды дейді. Мынау 40%-ді құраса, мынау қанша пайызды құрайды дейді. Енді бұл тапсырманы қалай шығарамыз? Яғни 40-ты біз санға айландырып алу керек. Біз 40%-ды. Онда не істейміз? 40-ты бөлеміз 100-ге деген сөз. 1 нөлді қысқартып жібереміз, 4-ті бөлеміз 10-ға тең болады 0,4 болады. Енді бізде барлығы 15, 15-ті көбейтеміз 0,4-ге тең болады 6 метр болады екен. Сонда мынау бізде 6 метрға тең екен. Ой, кешіріңдер балалар, мынау 6 метр 40%. Енді қалған мынаны есептеу керекпіз. Мынау бізде қанша болады? 15-тен азайтамын 6-на тең болады қанша болады? 9 болады. Мынау бізде 9 метр болады екен. 9-ға қосамын 6-ны 15 шығады. Жақсы. Әрі қарай номер 6-ші тапсырма. Диаграммада сынып көшбасшысын таңдау нәтижелері көрсетілген дейді. Мінекей диаграмма міне тұр бізде. Дөңгелек диаграммадағы мәліметтерді қолданып келесі сұрақтарға жауап бер дейді. Қандай сұрақтар екен? Бірінші, Дәулет дауысының қанша пайызын жинады дейді. Диаграмманы талдап өтейік. Әлия 29%-ды жинаған екен, Диана 21%-ды, Жанар 9%-ды, Дамир 12%-ды, Рауан 14%-ды жинаған екен. Дәулет қанша пайызды жинаған дейді сұрақ. Енді Дәулеттің қанша пайыз жинағанын анықтау үшін мыналардың барлығын бір-біріне қосып шығамыз. Номер 6-шы тапсырма. 29-ға қосамын 21-ді, оған қосамын 9-ды, оған қосамын 12-ні, оған қосамын 14-ді. Мынау бізде 85 болды. Енді 100% деп аламыз, 100-ден азайтамыз 85-ді, тең болады 15-ге тең. 15%-ды алған екен. Яғни бізде Дәулет 15%. Дәулет 15% жинаған екен. Әрі қарай келесі сұрақ, таңдауда кім жеңіске жетті дейді. Енді мына жерде енді қарап тұрсақ, ең көп пайызды қайсы жинаған? Әрине бізде Әлия жинаған. Бұл сұрағының жауабы Әлия жеңді 29%-бен. Номер 7-ші тапсырма. Бұрыш ауызы бұрышы жазыңқы бұрыш дейді. Егер ауызы бұрышы ВО-сы бұрышына қарағанда 40 градусқа артық болса, АОВ және ВО-сы бұрыштарын тап және сыз дейді. Енді мына тапсырманы сәл былай қарай жылжытайын. Жазыңқы бұрышты салып алайын. Ортаңғы нүктені белгілеп қояйын. АОС жазыңқы бұрышы берілген. Егер АОВ бұрышы ВО-сы бұрышына қарағанда 40 градусқа артық болса дейді. Ендеше былай қарай аламыз. Шамамен енді шамалап аламын, Жақсы. Мына жерде В дегенді белгілеймін. Мына бұрышқа қарағанда 40-қа артық дейді. 40 қосылған мына бұрышта X деп алсақ, мынау X қосылған 40 болады. Мынау X-тан 40-қа көп деп тұр, яғни 40-ты қосамын деген сөз. 40 градусқа артық деп тұр. Енді
осы екі бұрыштар қаншаға тең дейді. В осы бұрышы қаншаға тең, А О В бұрышы қаншаға тең дейді. Анықтау керекпіз, шығару керекпіз. Енді не істейміз бұны шығару үшін? X екі бұрышты бір-біріне қосамын. Екі бұрышты қосамын, 40 қосылған X тең болады. Бізде жалпы қанша градусқа тең? 180 градусқа тең. Енді әрі қарай мына жерде бізде X қосылған 40 қосылған X тең болады 180 градус деп тұр ғой. Мына жерде X-қа X-ті қоссақ, бізде 2X болады. Қосылған 40 тең болады 180 градус. Енді 2X-ті қалдырамын, теңдеуді шешемін. 180-ді не істеймін? Мен 40 градусты мына жаққа шығарғанда, 40 деген сан шығарғанда азайтамын. Сонда 2X тең болады 180-ді 140 градус болады. Әрі қарай біз әлі X-ті тапқан жоқпыз. X-ті табу керекпіз. 2-ні оң жаққа шығарамын. Бізде бөлу болып барады. X тең болады сонда 70 градус. Сонда X 70-ге тең дейді. X бізде қанша? Мына V осы бұрышына тең 70 градус. Сонда бұрыш V осы тең болады 70 градус. Енді мынаны табу керек. Мынаны табу үшін бізде X бізде 70-ге тең болды. 70-ге тең болса, 40-қа қосамын 70-ті. Бұрыш АО-ны табамын, тең болады. 40-қа қосамын 70-ті, тең болады. Қанша болады? 110 градус болады екен. Мінекей осылай анықтаймыз. Кестеде оқушылардың математика пәнінен өткен емтихан нәтижелері берілген дейді. Дұрыс шешілген тапсырмалар саны дейді. Оқушылар саны дейді. Дұрыс тапсырма. Вообще тапсырма шешпеген 3 оқушы, бір есепті дұрыс шығарған 4 оқушы, 2 есепті 12 оқушы, 3 есепті 15 оқушы, дұрыс шығарған 4 есепті 8 оқушы, 5 есепті 3, 6 есепті 5 оқушы. Енді емтиханды қанша оқушы тапсырды дейді. Оқушылар саны. Жалпы қанша оқушы тапсырған табу үшін біз мына сандарды барлығын бір-біріне қосамын. Номер 8-ші тапсырма. 3 қосылған 4, қосылған 12, қосылған 15, қосылған 8, қосылған 3, қосылған 5. Сонда бізде жауап шығады 50 оқушы тапсырған екен. Бұл бізде А сұрағы. Бұл сұрағы. Кестеде берілген мәліметтерді қолданып бағанды диаграмма құраңыз дейді. Бағанды диаграмма құру керекпіз. Дұрыс шешілген тапсырмалардың саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына кесте менде қате шығып қойды, бұған назар аудармаймыз. Бұл қате. Ары қарай мен просто мына жерде 12-ге дейін қойдым. Негізі бізде үлкен сан 15-ге дейін екен. Яғни мүлдем 0-ші тапсырманы неше оқушы орындады? 3 оқушы орындады. Мінекей 3-ге дейін апарамын и кестені сызамын. Негізі сызғышпен сызу керек, балалар дұрыстап. Әрі қарай бірінші тапсырманы 4-еу, бірінші тапсырманы 4 оқушы орындаған, былай қарай салып қоямын. Ары қарай екінші тапсырманы 12 оқушы, 12, екінші тапсырманы 12 оқушы орындаған. Неге 12 оқушы? Былай қарай саламын. Әрі қарай үшінші тапсырманы 15 оқушы орындаған. Үшінші тапсырманы 15 оқушы орындаған. Былай қарай түсіремін. Әрі қарай төртінші тапсырманы 8 оқушы. Төртінші тапсырманы 8 оқушы орындаған. Бесінші тапсырманы 3 оқушы. Бесінші тапсырманы 3 оқушы орындаған. Алтыны 5-еу. 5 қайда? 5 мінекей. 5 оқушы. Мінекей бағанды диаграммамыз осы. Кубтың жазбасы берілген дейді. Міне мынандай кубтың жазбасы берілген. Енді берілген жазбаға сәйкес жауапты тап дейді. Мына жазбаны біз жинақтаған кезде қандай қаралар беріліп тұр ғой, міне мына қараларды бекер беріп тұрған жоқ. Осыларды жинақтаған кезде қандай болып шығады дейді. Қаралар, қара нүктелер, қара боялғандар қайсы қай жерге түседі дейді. А-Б-С-да жауапты қайсы дұрыс дейді. Енді сендерге қатты түсінікті болу үшін мінекей жазбаны дайындап әкелдім. Қарайық енді жазбаға. Енді міне сәйкес келіп тұр. Бізде мынау бөлігі боялған, ортаңғы бөлігі боялған және шеткі бөлігі боялған. Мына бөліктері бізде боялмаған. Енді осыны жинаған кезде дейді, жинайық. Кәнекей, міне жинаймыз. Жинақтаймыз. Міне мына бөлігі артта қалды, бір бөлігі артта қалды. Енді мынаны бүйтіп жинақтаған кезде, мына екі қара кішкентай қара бөлігі қалай орналасты? Бізге қараңдаршы балалар. Қой, мына неге дұрыс көрсетпеймін. Мінекей, қалай орналасты? Бір-біріне қарама-қарсы қиғашталып орналасып тұрды. И мынау қай жағына қарап тұр? Артқы жағына қарап тұр. Мына жерде бізде мынау жауап сәйкес келмейді. В жауабы бізде сәйкес келмейді, себебі мінекей бізде қарама-қарсы қиғаш орналасып тұр. Ары қарай мына жауап бізде мүлдем сәйкес келмейді. Сонда бізде міне тура мына ұқсап орналасып тұр. Қараңдаршы міне. Мінекей. Мына екеуі былай орналасып тұр. Енді мына артқы жағы бізде көрінбей тұр. Енді сонда бізде жауабы номер 9-ші тапсырмада жауабы да болады деген сөз. Жақсы балалар, бүгін осымен тапсырмамыз аяқталды. Сұрақ болса, комментарийға жазамыз. Ұнаса, лайк басамыз.